Ассалаумағалейкум, Revit Craft каналын бағалап барушылар. Бүгін сіздермен бірге Revit'тің ең текарғы функцияларының бірі смета функциясын көріп шығамыз. Бұл жерде ешқандай калькуляторсыз бір тұрақ жай үшін қанша кирпич кеткені һәм оған қанша сумма кеткенлігін есептеп көреміз. Please, no! 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 Оған қанша уақыт кетуін өзіңіз бір қараң. 21:00-де басладым, уақыт кетті. Енді сызып баслаймын. Стена деген жерден кіріп, осы сызықларсыз мен тұрақ жай сызамын. Қарам, мысалы үшін аяққа қарап 4 метр ішке былай кіргізіп, былай енді есіктерін қойып шығамыз. Дверь деген жерден қалеген бір дверьді алып қойып шығамыз. Солай қойып шығамыз. Ана жерде есігі салайын. Болды. Енді айналарын қойып шығамыз. Сразу ешқандай өлшемдерсіз. Болды. Бірді қарайтын болсақ, біздерде осындай тұрақ жай пайда болады. Енді бұған стеналарына ат беруім керек. Қараң. Стенасына ат беремін. Бұл стенамыз, мысалы үшін осы 1. Окей. Бұл стенаға осы 2 дейік. Сызықша 2. Окей. Енді бұл жерде сметасына кіретін болсақ, видқа кіріп, ведомость материал дегенге кіреміз. Енді бұл жерде мен стена деген тауымын. Окей. Бұл жерде маркировка типа размер кетеді и материал объем деген жер бар. Материал объем и тип деген жерді қосып қоямын. Тип дегенді қосып қоямын. Енді тип дегенді ортасына қоямын. Солай. Фильтр деген жерге барып, маркировка типа размер, шарт емес, сортировка деген жерді маркировка типа размер қоямын. Бұл жерді вычислять итоги. Фильтр ешқандай тұра берсін. Бұл жерде общий итогты мынаны өшіремін и бұлай тұра берсін. Окей. Бастыққа осы 1-ден 5 метр куб, осы 2-ден 63 метр куб кирпичіміз кеткен. Енді бұларды қанша штук кеткені, қанша сумма кеткені есептеп көреміз. Фильтрға өтіп, поле деген жерге барамыз да и формула кіртеміз. Сол үшін кирпич деп кіргіземіз. Қанша штук кирпич кетті. Бұл жерде, мысалы үшін, кирпичтің метр кубы болу керек. Мына жерде қараң, общий объемға, мен материал объемға бөлу деймін и 0,00195. Бұл кирпичтің метр кубы. Мысалы үшін, кирпичті алып, стандарт кирпичті алып, метр кубқа көрсеңіз, осындай болып шығады. Енді, окей деймін. Форматировать кирпич штук и вычислять итоги. Окей. Қараң. Бұл жерге түсініксіз болып қалды. Соның үшін мен кирпич штук деген жерді форматировать поле, общий дегенді фиксирование. Окей. 2570 штук кирпич, общий 34 кирпич кетті. Енді бұған сумма беріп шығамыз. Бұл жерде мен қосамын общая сумма. Енді бұл жерде общий деген жер тұра берсін. Число деген жерді объемға қоямын. Яқшы. Бұл жерде қараң. Материал объемға бөлеміз 0,00195. Ал бұған көбейтеміз. Кирпичтің суммасы. Бір кирпичтің суммасы қанша болады? Бір кирпичтің суммасына жер число деген қойып тұрайын. Бір кирпичтің суммасы кемінде мен 2500 сом деп қаламын. 2,5. Окей деймін. Форматировать, общая сумма, вычислять итоги. Окей. Қараң, енді бұл жерде мен форматировать, общая сумма, формат поля, бұл жерде фиксирование қоямын. Окей. Бұл жердің ізінде 1000 сум болу керек. Яғни, мына жерге жазып қояйын, яқшы. Общая сумма деген жерге 1000
тысяч сум. Так, бұл жерде қараң. Осы 1 деген стенамыз внутренняя, қараң, 1/20 һәм 3/80. Бұл жерде общий 87 миллион 356 мың сом кеткен, һәм 34 мың кирпич. Енді қараң, осы жерден калькуляторды кіріп, анық есаплап көреміз. 34 мың 942 көбейтеміз 2500 сомға. Интер. 87 миллион 355 мың сом. Ал бұл жерде 356 мың. Значит, бұл жерде біздер қараң. Форматировать деген общая сумма деген жерде мен былай бас жерден бұл жерде анық суммасын шығарып береді. Қараң, біздіңдегі точкаларына дейін 87 миллион 355 сом 553 дейін дегендей сат. Боласа қанша уақыт кеткен көрдіңіз? Біз 5 минуттың ішінде бір тұрар жай үшін қанша кирпич кеткенін һәм қанша сумма кеткенін есаплап көрдік.